Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты үйлестірушісі Норимаса Шимомурамен және мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың басқарушы комитет төрағасы Әлихан Байменовпен кездесті. Кездесу барысында облыстың экономикасын дамыту үшін инвестиция тарту және инвесторлардың қоршаған ортаға қатысты ел заңнамаларын орындау туралы мәселелер қаралды. Сонымен қатар соңғы жылдары мемлекеттік қызмет саласын жетілдіруге бағытталған жұмыстар жөнінде әңгіме өрбіді. Толығырақ тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлының бейнематериалында. Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы тұрақты үйлестірушісі, даму бағдарламаларының тұрақты өкілі Норимаса Шимомурамен кездескен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Ақтөбе өңірінің жағрафиялық және экономикалық ерекшеліктерін атап өтті. Сондай-ақ экономика саласында біздің аймақтың ұйыммен бірлескен бірқатар жобалар жүзеге асыруға дайын екенін жеткізді. Әсіресе инвестиция тарту, экологиялық ахуалды жақсарту, энергия үнемдеу бағытындағы жұмыстарға қолдау болатынын айтты. Қазақстанда 4 орталық бар, агломерация деп аталады. Ол Алматы, Астана, Шымкент, соның біреуі осы Ақтөбе. Ендігі біздің мақсатымыз сол агломерацияны қалай дамытамыз. Ең негізгісі мына біздің өңірге қалай инвестицияны көбірек алып келеміз. Мына біздің өңірдің экономикасы даму үшін. Енді өзіңіз жақсы білесіздер, инвестиция келу үшін оған жақсы қазіргі заманның талабына сай жобалар, ұсыныстар болу керек. Норимаса Шимомураның Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты үйлестірушісі қызметіне тағайындалғанына 4 айдан асқан. Осы уақыт аралығында еліміздің Астана, Алматы қалаларында бірнеше жобалардан жасақталып, іске асыруға мүмкіндік болғанын айтады. Ал ел аймақтарының арасында бұған дейін Маңғыстау, Қызылорда облыстары мен Семей қалаларында жүзеге асқан жобалар секілді Ақтөбеде де маңызды істер атқаруға ниетті екенін айтып өтті. Бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан ұсынған жобалар бірнеше саланы қамтыған еді. Мәселен, оның ішінде денсаулық сақтау, мәдениетті дамыту болды. Енді Ақтөбенің өзіндік ерекшелігін ескерерліктей жоба жасақтаймыз. Әсіресе қаланың Қазақстандағы агломерациялық аймақтардың бірі екені ескерілетін болады. Біріккен ұлттар ұйымы биыл біздің елде 4 жобаны іске асырмақ. Оның бірі облыс көлеміндегі Қарғалы су қоймасын жаңғыртуға арналады. Бұл үшін халықаралық банктердің бірі қаржы бөлмек. Ал әлемнің 25 еліндегі стандартқа сай мемлекеттік қызметті дамыту жайы да сөз болды. Біздің аймақтық хабта осы өңірде жаңа сіздің айтқан мәселелеріңіздің барлығын қолдап, осы батыстағы 4 облысқа арналған мемлекеттік қызмет туралы жаңа заңын жүзеге асыру жөнінде үлкен халықаралық сарапшылардың қатысуымен семинар өткізуге біз дайынбыз. Жалпы бүгінгі күні елбасының қолдауымен құрылған 2013 жылы құрылған хабтың құрамына 32 мемлекет кіреді және Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы осы хабтың жұмысындағы үкіметтің негізгі әріптесі болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты үйлестірушісі және мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың басқарушы комитет төрағасымен кездескен облыс әкімі бірлескен жобалардың сәтті жүзеге асатынына сенім білдірді. Ал нақты жобаларды іске асыруға орай жауапты мамандарға тапсырмалар берді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Арман Досмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.